сәлем, тағдырлы арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әкемнен үлкен адамға ғашықпын. Әттең, мен кештеу, сен ертерек туылғанда ғой. Махаббат жасқа қарамайды деген сөздің төркінін енді түсінгендеймін. Кезінде мен ол кісімен күйеуіме ерегісіп кездесіп едім. Уақыт өте шын ғашық болып қалатынымды сезбедім. Мен ол кісімен тұрмысқа шықпай тұрып кездестім. Екеуміз менің әріптес ағайымның мерейтойында таныстық. Ағайымның сыныптасы екен. Қалада беделді қызметте істейді. Бір көргеннен мені биге шақырып, мен сол тойда ән айтып әңгімеміз жараса кетті. Әйелі менің руласым екен. Балдызым болады екенсің, бөтен емеспіз. Жұмыс бабымен хабарласып тұрайын деп телефон номерімді алды. Содан бері біз жиі кездесетін болдық. Бірақ менің ол кісіге деген ешқандай сезімім жоқ. Ағам ретінде құрмет тұтатынмын. Ал ол кісі, құжаттарымды тексеріп берші, мына мәселен өзіме ақылдассам деймін, деген сылтаумен мені түскі асқа шақыруды жиілетті. Бастапқыда бас тартуға ұялып, амалсыздан баратынмын. Уақыт өте келе, ол кісінің маған деген құрметі, көңілі, сыйлауы ұнап қалғандай ма? Ол кісі өзін менімен құрдастай ұстайтын. Қандай тақырыпта сөз қозғасам да іліп әкетіп, жақсы сұхбаттасатынбыз. Уақыт өте ол мені кездесуге шақырмаса, бір түрлі өзім іздейтіндей күйге жеттім. Бәлкім мұның бәрі менің әкесіз өскендігімнің әсерінен де шығар. Жездем болып жүрген жанның мені іштей ұнататынын сезетінмін. Менің әкесіз өскенімді біліп, қамқор болғысы келген шығар деп те ойлайтынмын. Бірақ ол маған көңілдесім бол, сен маған ұнайсың деп ешуақытта айтпаған. Тіпті оған емеуірін де білдірмеген. Арада 2 жыл өткенде мен өзімді ұнатқан жігітке тұрмысқа шығатын болдым. Құдалыққа бірнеше күн қалғанда ол кісі маған өз сезімін білдірді. Әттең, мен кештеу, сен ертерек туылғанда ғой. Бәрі басқаша болар еді. Өзіңдей аяулы қыздың ендігі біреудің жары болатынын ойласам, ет жүрегім езілердей. Бірақ мен сенің аяғыңды тұсаулай алмаймын. Барған жеріңде бағың ашылсын. Бірақ мына нәрсені есіңнен шығарма. Сен қашанда мен үшін ең қымбат жан болып қала бересің. Бұдан кейін де байланыста болайық. Қандай да бір көмегім керек болса, қысылмай хабарласа бер, деп ағынан жарылды. Сосын тойыңа көмегім болсын деп өте көп қаражат ұсынды. Оған деген құрметім одан бетер артқандай ма? Іштей риза болдым. Сонымен не керек, мен тұрмысқа шығып, түкпірдегі бір ауылға келін болдым. Ауылдың тірлігін өздеріңіз де білесіздер. Ерте тұру, кеш жату. Қалада өскен қыз болғандықтан бұл маған өте ауыр тиді. Ауыл өміріне үйренісе алмай, күйеумен жиі күңкілдейтінмін. Содан әңгімелерімізден мезі болды ма, әлде аудан орталығындағы әріптестері азғырды ма, ол үйге кеш келетінді шығарды. Түннің бір уағында келеді, маған қарауға мұршасы жоқ. Өзіңді ешкімге керексіз сезініп, декреттік демалыстық депрессиясына түсіп кеттім. Бір сәтке біздің арамыз суып кеткендей көрінді. Бір күні түнде күйеуім үйге ішіп келіп, жұмыстағы жігіттермен саунаға барғанын, ол жақта қыздармен төсектес болғаны жайлы айтып салды. Осыдан кейін ішімде бір кек пайда болғандай. Осыдан балам өсіп жұмысқа шығайын, мен де жүрудің қандай екенін көрсетемін деген ой келді. Арада 2 жыл өткенде мен де жұмысыма оралдым. Оралғанда да бұрынғы қызметіме емес, дәл сол кісі қызмет ететін мекемеге орналастым. Осылайша біздің бұрынғы қарым-қатынасымыз жалғасын тапты. Тіпті оның соңғы махаббатқа ұласып, екеуміз ара-тұра кездесетін болдық. Шынымды айтсам, мен де ол кісімен көңіл қосуыма төсек құмарлығы емес, шынайы сезім себепкер болды. Маған онымен уақыт өткізген, әңгімелескен ұнайды. Ал күйеуіме бір әңгімені бастасам болды, қойшы сондайыңды, бұл сөзіңмен басымды ауыртпай, шайыңды дайындашы деп әңгімеме ден қойып тыңдамайды. Жаратып табыс та таппайды. Бірдеңе алайық десең әрдайым ақша жоқ, соның не керегі бар дейді.
яғни рухани жағынан да материалдық жағынан да қолдау көрмеймін. Осыдан да кейін мен де әттең әлгі кісі жас болып екеуміз ертерек кездескенде ғой деп қиялға берілетінмін. Қазір де біздің қарым-қатынасымыз жалғасып жатыр, бірақ бұрынғыдай жиі емес. Жыл өткен сайын бұл әрекетімнің дұрыс еместігін түсініп келемін. Сонда да өзімді ұстай алмаймын. Ол кісі де сүймесең ажырас, өзім қарайласамын, балаларыңды жетілдіруге көмектесемін дегенді айтып жүр. Осыны ойласам әрі-сәрі күй кешемін. Бірақ сезіміме тұсау сала алмай жүрмін. Не істесем болады? Өзімді сүймейтін, мені сыйламайтын күйеуіммен балаларым үшін өмір сүре бергенім дұрыс па? Әлде 2 перзентімді алып әлгі кісінің көңілдесі болғаным артық па? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздерші.